Имам Ғазали рахималла айтады, сондай мұсылмандар бар дейді, жай ғана тілдерімен ғана айтады өздерін мұсылман деп, бірақ Алланың бұйрықтарын орындамайды, ізгі амалдарды жасамайды, бүкіл ләззат шахуаттарға берілген. Олар кәфірлер секілді алданғандар дейді. Кәфірлер не? Дүние тіршілігін, осы фәни нәрсені ақыреттен абзал деп көрді. Дәл солай, яғни күнәһар мұсылмандар жүрекпен ғана иман келтірген болды, қалған нәрселерге амал етпейді, ізгі амал жасамайды. Олар әлбетте тозақта мәңгі болмайды, өйткені олардың жүрегінде асыл иман бар. Осы иманы тозақта мәңгі қалудан құтқарады дейді. Тозақ отынан шығады Алла қалаған уақытта. Олар біледі, ақырет бұл дүниені қайырлы екен, біледі, бірақ та алданып қалған. Өз нәпсісіне еріп, дүние тіршілігін ақыреттен абзал деп санап амал жасайды дейді. Алла сақтасын ағайындар. Енді Құран кәрімде қарасаңыздар, ізгі амал жасау ол иманмен, иманның қатарымен бірге айтқан. Иманды айтқан, одан кейін ізгі амалды айтқан. Тозақтың отынан құтылу үшін екі нәрсе керек. Бірінші иман. Ол иман тозақта мәңгі қалудан құтқарады. Түсінді ма? Бірақ тозақтың өзінен құтқармайды. Тозаққа түсу мүмкін. Яғни Алла қаласа, оны кешіру мүмкін. Бірақ та Алла Тағала көптеген хадистерде, көптеген аяттарда иманнан кейін амалды айтқан. Түсінді ма? Оның бір даналығы, иман құр ғана, жай ғана иман келтіру тозақтың отынан, азабынан құтқармайды. Ва инни лағафарун лиман таба ва амана. Алла айтады, расында мен кешіремін кімдер үшін? Тәубе еткендерге және иман келтіргендерге. Ва амила салихан сумма тада. Және ізгі амалдар жасағандарды, кейіне дінде тұрақты болғандарды не Алла Тағала күнәсін кешірем дейді. Яғни иман келтірген кісіні және ізгі амалдар жасаған және не кейіне дінде тұрақты болғандар, тура жолда жүргендерді. Түсінді ма? Алла субханаху ва тағала айтады, инна рахматаллахи қарибун минал мухсинин. Алланың рахметі мухсиндерге жақын дейді. Мухсин дегеніміз кім деген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі түсіндіреді. Ихсан дегеніміз Алланы көріп тұрғанындай құлшылық жасау дейді. Көрдің бе? Яғни сен соншалықты құлшылықта ықыластың мықты, бүкіл құлшылық жасаған уақытта Алла көріп тұр деген оймен сен құлшылық жасайсың. Яғни құлшылығында ешбір рия араласпайды. Тек қана құлшылықты Алла үшін жасайсың және ізгі амалдарды көбейтесің. Түсіндің ме? Міне осындай мухсиндерге Алланың рахметі жақын дейді. Құран кәрімде айтады, біз бәріміз жаттаған сүрені оқимыз күнделікті, намаздың ішінде оқимыз. Уал аср, расында заманға серт дейді. Иннал инсана лафи хуср. Бүкіл адамзат зиян шегуде дейді. Енді истисна деген нәрсе бар араб тілінде. Сол зиян шегетіндердің қазір айтылған нәрселер олар зиян шекпейді дейді. Бұлар ол зияндардан аман дейді. Иллаллазина аману, тек қана не? Иман келтіргендер. Ва амилус салихати, және ізгі амалдар жасағандар. Ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис сабр дейді. Хаққа бір-бірін шақырғандар және сабыр еткендер дейді. Сабырға насихат еткендер дейді. Міне осылар не? Алланың азабынан құтылады. Құран кәрімде кешірім деген нәрсе, Алла Тағала күнәсін кешірерді, оларды жарылқат деген уақытта иман және амал, ізгі амалмен бірге Алла Тағала әдейі байланыстырып келген. Біз білеміз, ақидада не? Иман бөлек, ізгі амал бөлек. Кімде-кім иман келтірсе және ізгі амал жасамаса, ол кісі мұсылман, бірақ күнәһар мұсылман болады. Енді ізгі амал жасау арқылы сол тозақ отынан аман қалады иншалла. Яғни тек қана егер ол иман келтіретін болса және ізгі амал жасамайтын болатын болса, онда олар алданғандар дейді. Дүние тіршілігіне алданып қалғандар. Кәфірлер өлімнен қорқады, не үшін? Дүниенің рахатынан үзіліп қалатындығы үшін. Дәл солай фасықтар, күнәһарлар, олар да өлімнен қорқады, не үшін? Бұл дүниенің рахатынан үзіліп қалатындығы үшін.